Егер сізді өт мәселесі алаңдатып, және де қоюланған өтіңізді сұйылтуыңыз керек болса, дереу арнайы препараттарды қабылдаудың қажеті жоқ. Кейде күнделікті асыңызға бірнеше тағамды қосу жеткілікті. Біз қолданатын әртүрлі тағамдар өт қабының жұмысына әртүрлі жолдармен әсер етеді. Кейбір тағамдар өт секрециясына әсер етіп, өттің сұйылуына ықпал етеді. Ал кейбір тағамдар керісінше өттің қоюлауына әкеліп, адамның денсаулығына кері әсер етеді. Сондықтан күнделікті холеретикалық, яғни өтті бөлуші өнімдерді тұтыну маңызды. Бірақ бұл жерде де қарсы көрсеткіштер бар. Өйткені өттің шамадан тыс бөлінуі белгілі бір аурулардың өршуін тудыруы мүмкін. Жалпы өт дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, бауырдың дұрыс жұмыс істеуі арқасында ас қорыту үшін бөлінетін шырын. Өт жиналатын жер өт қабы. Ас қорыту функциясынан басқа өт белгілі бір топтардың витаминдерін, атап айтқанда А, Д, Е, К түзуге мүмкіндік беретін сіңіру қызметін де атқарады. Сондай-ақ өт лецитин, билирубин және холестерин сияқты элементтердің шығарылуы қызметінде де маңызды рөл атқарады. Өті қоюланған адамдарға арналған ең басты кеңестер. Уақытқа сәйкес көп мөлшерде емес тамақтаныңыз. Тамақтану туралы ұмытпаңыз, аштыққа жол бермеңіз. Тұз бен қантты тұтынуды азайтыңыз. Артық тамақтанбаңыз. Рационыңызға өт айдауға ықпал ететін тағамдарды қосыңыз. Суды жеткілікті ішіңіз. Шамадан тыс ыстық және суық тағамдарды жеуге болмайды. Темекі шегуді және алкогольді ішуді тоқтатыңыз. Тым көп кофе ішуден бас тартыңыз. Көбірек қозғалып, көбірек жаттығу жасаңыз. Өттің қоюлануына ықпал ететін тағамдар. Жануар майларын көп мөлшерде тұтыну. Жаңа пісірілген нан және кондитерлік өнімдер. Қуырылған тағамдар. Кофе және газдалған сусындар. Ащы, тұзды және ысталған тағамдар. Пияз және сарымсақты өте көп мөлшерде тұтыну. Өт айдаушы тағамдар, жемістер мен сусындар, олар қалай әсер етеді? Егер сіз өт қоюлану мәселесімен таныс болсаңыз, сіз арнайы диета туралы да білуіңіз мүмкін. Сондай-ақ, бұл мәселе көбінесе адамның ас қорыту жүйесінің ерекшеліктерінен емес, дұрыс тамақтанбаудан туындайды. Сондықтан, дереу дәріханаға жүгірмей, дұрыс тамақтану схемасын құрып, және диетаны бақылау жеткілікті. Тағамдар өттің бөлінуін қалай арттырады? Олар ас қорытуға тікелей әсер ететін өт қабының жиырылуын ынталандырады. Өт қабы жұмысы түнде баяулайды. Сол себептен таңғы асты дұрыс ішу өте маңызды. Өйткені ол түннен кейін тоқтаған өт қабын қайта қозғайды. Сонымен өт айдаушы өнімдерге тоқталып кетейік. Олар атап айтқанда өсімдік майлары, жаңа піскен көкөністер мен жемістер, жаңғақтар, кейбір жарма және сусындар. Топ 5 өт айдаушы өнімдер. Бұл өнімдерді үнемі бірге тұтынудың қажеті жоқ. Оларды рационыңызға мезгіл-мезгілімен қосу жеткілікті. Куркума. Бұл дәмдеуіш өт қабының тегіс бұлшықеттеріне оңынан әсер етеді. Өт шығаруы мен сұйылтуын айтпағанда, куркуманың тіптен өт қабын кішірейтетін қабілеті де бар. Куркуманы дайын тағамдар мен сусындарға дәмдеуіш ретінде пайдалануға болады. Атап айтсақ, шайға немесе айранға қосуға болады. Бадам, миндаль. Көптеген жаңғақтар өтке жақсы әсер етеді және өттің бөлінуіне әкеледі. Солардың ішінде бадам, фисташки, грек жаңғағы және фундук. Алайда тұздалған немесе қуырылған емес, шикі жаңғақтар туралы екенін есте сақтаңыз. Әйтпесе, олардың пайдасынан гөрі зияны көп. Зәйтүн майы. Құрамындағы антиоксиданттардың көп мөлшерінің арқасында зәйтүн майы өт пен өт бөлінуіне ең жақсы түрде әсер етеді.
Зәйтүн майын тұтыну сонымен қатар өт тастарының пайда болу қаупін азайтады және өт қабының тегіс бұлшықеттерінің қозғалғыштығын жақсартады. Ақ қырыққабат. Бұл ақ қырыққабат өт қабындағы улы метаболиттерді, сондай-ақ артық холестеринді өтпен бірге ас қорыту жолына қарай қуады. Сонымен бірге теңіз балдырлары, брокколи, брюссель капустасы, шпинат та өттің сұйылуына жақсы көмектеседі. Алма сірке суы. Шындығында өттің бөлінуіне арналған ең жақсы сусын таза пайдалануға дайын қарапайым су. Негізгі шарт оны жеткілікті мөлшерде ішу. Сол кезде ешқандай қоспалар мен препараттар қажет болмайды. Өйткені су режимі адамның метаболизмінде үлкен рөл атқарады. Дегенмен, алма сірке суының секрецияны, ас қорыту жолдарын жақсартатыны және атап айтқанда денеден өттің бөлінуіне көмектесетіні туралы дәлелдер бар. Бір қасық сірке суын қырыққабат салаттарына қосу арқылы пайдаланған дұрыс. Егер қарсы көрсетілімдер болмаса, таңертең бір стакан суға бір ас қасық алма сірке суын және бірнеше тамшы лимон шырынын қосу арқылы ішуге де болады.